Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып математика пәні 63-64 сабақтар. Өткен материалды қайталау, бекіту тақырыбы. Бірінші тапсырма: төмендегі сандарды пайдаланып, мәні 90-ға тең болатындай қосындылар құр. Бізге берілген сандар 60, 40, 50, 20, 30, 70. 60-ға қосамыз 30-ды. Тең 90 болады. Бізде 60 пен 30 кетті. Енді 40-қа 90 шығу үшін 50-ді қосамыз. 40 қосу 50 тең 90. Міне 40 пен 50-ді қостық. Енді бізде 20 мен 70 қалды. 20-ға 70-ті қосқанда 90 болады. Не 20 мен 70. Екінші тапсырма: мысалдарды баған түрінде жазып шығар. Баған түрінде жазып алдық. Енді шығарамыз. 37 қосу 53. Бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты жаздық. Енді 7-ге 3-ті қосамыз. 10 болады. 10-ның 0-ін жазамыз. 1-ін ойға қоямыз. 3-ке 5-ті қосамыз. 8, ойдағы 1-мен 9. Сонда қосындының мәні 90-ға тең. Келесі 90 азайту 43. Ондықтың астына ондықты, бірліктің астына бірлікті жаздық. Енді 0-ден 3-ті азайта алмаймыз. 9-дан 1 қарызын береміз. Сонда 10 болады. 10-нан 3-ті азайтсақ 7 қалады. Ондағы 9 енді 8 болды. 8-ден 4-ті азайтамыз. 4 қалады. Айырманың мәні 47-ге тең. Келесі 27 қосу 36. 7-ге 6-ны қосамыз. 13 болады. 13-тің 3-ін жазып, 1-ін ойға қоямыз. 2-ге 3-ті қосамыз 5, ойдағы 1-мен 6 болады. Қосындының мәні 63-ге тең. Келесі 62 азайту 35. 2-ден 5-ті азайта алмаймыз. Сондықтан 1 қарыз аламыз. Сонда 12-ден 5-ті азайтқанда 7 қалады. Мұндағы 6 енді 5 болды. 5-тен 3-ті азайтқанда 2 қалады. Айырманың мәні 27-ге тең. 47 қосу 53. 7-ге 3-ті қосқанда 10 болады. 10-ның 0-ін жазып, 1-ін ойға қоямыз. 4-ке 5-ті қосқанда 9, ойдағы 1-мен 10 болады. Қосындының мәні 100-ге тең. 84 азайту 36. 4-тен 6-ны азайта алмаймыз. Сондықтан 8-ден 1 қарыз аламыз. Сонда 14-тен 6-ны азайтамыз. 8 қалады. Ондағы 8 енді 7 болды. 7-ден 3-ті азайтқанда 4 қалады. Айырманың мәні 48-ге тең. 54 қосу 46. 4-ке 6-ны қосқанда 10 болады. 10-ның 0-ін жазамыз. 1-ін ойға қоямыз. 5-ке 4-ті қосқанда 9, ойдағы 1-мен 10 болады. 10-ның 0-ін ондықтардың астына, 1-ін жүздіктердің астына жазамыз. 100 азайту 47. 0-ден 7-ні азайта алмаймыз. 10-нан 1 қарыз аламыз. Сонда 10-нан 7-ні азайтқанда 3 қалады. Енді мұндағы 10 бізде 9 болды. 9-дан 4-ті азайтқанда 5 қалады. Айырманың мәні 53-ге тең. Үшінші тапсырма: 2 таңбалы сандарды пайдаланып, 2 қосынды жаз. Сонда осы сандардың бірліктерін қосқанда 10, ал ондықтарын қосқанда 7 шығатын болсын.
қосындылардың мәнін тап. Бірліктерін қосқанда 10 шығу керек. 10 шығу үшін мысалға 7-ге 3-ті қосқанда 10 болады. Немесе 6-ға 4-ті қоссақ 10 болады. Ал ондықтарын қосқанда 7 шығатын болсын. Мысалға 5-ке қосамыз 2-ні, сонда 7 шығады. Тағы бір нұсқа 6-ға қосамыз 1-ді, 7 болады. Енді жазамыз. Мұнда 5 ондық, 7 бірлік, қосу 2 ондық, 3 бірлік. 57-ге 23-ті қосқанда 80 болады. Келесі 6 ондық, 6 бірлік, сонда 66 болады. 1 ондық және 4 бірлік, 14 болады. 66-ға 14-ті қосқанда 80 болады. Төртінші тапсырма сандарды салыстыр. 75, 74. 75 артық. 70 және 40. 70 40-тан артық. 700, 400. 700 400-ден артық. 8 ондық 3 бірлік. Бұл 83 деген сөз. 6 ондық 9 бірлік. 69-ға тең. 83 пен 69-ды салыстырғанда 83 артық. 8 ондық 6 ондық. 8 ондық 80-ге тең. 6 ондық 60-ға тең. 80 60-тан артық. 500-дік 600-дік. 500-дік ол 500. 600-дік ол 600. 500-ден 600 артық. 5-ші тапсырма. Сенде 200 теңгелік 4 монета және 100 теңгелік 9 монета бар. 900 теңгеге зат сатып алу үшін төлем жасаудың түрлі нұсқаларының кестесін құр. Бізге кесте берілген. Бірінші нұсқасын үлгі түрінде жазылған екен. 200 қосу 200 теңге, қосу 200 теңге, қосу 200 теңге, қосу 100 теңге. Барлығы 900 теңге. Енді екінші, үшінші нұсқасын өзіміз жазамыз. Бізде 100 теңгелік 9 монета бар. Біз 900 теңгеге зат сатып алу үшін барлық 100 теңгелік 9 монетамызды берсек те болады. Ол бір нұсқа болады. Жазамыз 100 теңге. Қосу 100 теңге. 2 рет жаздық, 3. Үшінші рет 100 теңге. 4-ші рет 100 теңге. 5-ші рет 100 теңге. 6-ші рет 100 теңге. 7-ші рет 100 теңге. 8-ші рет 100 теңге. 9-ші рет 100 теңге. 100 теңгеліктен 9 рет жаздық. Яғни барлық 100 теңгелік монетаны бердік. Сонымен 900 теңгеге зат сатып алдық. Енді үшінші нұсқасын жазайық. Енді бізде 200 теңгелік монеталар бар. 4 монета бар. Соларды пайдалансақ болады. 200 теңге, қосу 200 теңге,
қосу 200 теңге. Барлығы 600 теңге болды, енді қалғанын 100 теңгеден береміз. 700, тағы бір 100 теңге қоссақ 800, тағы бір 100 теңгемен 900 теңге болады. Сонда үшінші нұсқасында біз 900 теңгеге зат сатып алу үшін 200 теңгелік 3 монета, 100 теңгелік 3 монета бердік. Алтыншы тапсырма, көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір. 500 сантиметр тең 5 метрге. 6 метр 3 дециметр тең 63 дециметрге. 35 сантиметр тең 3 дециметрге 5 сантиметрге. 2 дециметр 4 сантиметр тең 24 сантиметрге. Жетінші тапсырма, берілген заңдылықты сақтай отырып, екі таңбалы сандар тізбегін жалғастырып жаз. 11, 12, 22, 23, 33, 34. Қырық төрт, 45, 55, 56, 66, 67, 77, 78, 88, 89, 99, 100 деп жалғастырсақ болады. 8-ші тапсырма, мысалдарды шығар. 84 азайту 24 қосу 36. 84-тен 24-ті азайтамыз. 60 қосу 36. 60-ға 36-ны қосқанда 96 болады. Келесі 600 азайту 200 қосу 400. 600-ден 200-ді азайтамыз 400. Қосамыз 400-ді. 400-ге 400-ді қосқанда 800 болады. Келесі 73 қосу 27 азайту жақша ішінде 68 қосу 12. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Жақша ішінен 80 шығады. 73-ге 27-ні қосқанда 100 болады. 100 азайту 80. 100-ден 80-ді азайтқанда 20 қалады. Келесі жақша ішінде 100 азайту 20, жақша жабылды азайту, жақша ішінде 50 қосу 30. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 100-ден 20-ны азайтқанда 80 қалады. Азайту. Екінші жақша 50-ге 30-ды қосқанда 80 болады. 80-ден 80-ді азайтқанда 0 болады. 9-шы тапсырма, есептерді шығар. А есебі. Дүкенге 78 компьютер әкелінді. Оның 39-ы сатылды. Дүкенде неше компьютер қалды? Есептің қысқаша берілгенін жазып аламыз. Әкелінді 78 компьютер, сатылды 39 компьютер. Қалды неше компьютер? Оны табу үшін әкелінген 78 компьютерден азайтамыз сатылған 39
компьютерді. 78-ден 39-ды азайтқанда 39 қалады. Сонда жауабы дүкенде 39 компьютер қалды. Есебі дүкенге 78 компьютер әкелінді. Оның 39-ы сатылды және тағы 26 компьютер әкелінді. Дүкенде енді неше компьютер болды? Осы есептерді қандай амалдармен шығару керек? Жауабыңды тұжырымда және жаз. Есептің қысқаша берілгенін жазып алдық. Әкелінді 78, сатылды 39, тағы да әкелінді 26, болды қанша компьютер? Ол үшін бірінші әкелінген 78 компьютерден сатылған 39 компьютерді азайтамыз. Оған қосамыз, тағы 26 компьютер әкелінді. Жақша ішінен 39 шығады. Оған 26-ны қосамыз. Алпыс 5 болады. Жауабы дүкенде енді 65 компьютер болды. Оныншы тапсырма, мәндерін тауып, оларды рим цифрларымен жаз. Бірінші, мына таңба бізде 12-ні білдіреді. 12 азайту 8 тең 4 болады. 4-ті біз осылай жазамыз. Келесі 10 қосу 2 тең 12-ге. Келесі 20 азайту 10 тең 10. 10-ды рим цифрымен осылай жазамыз. Келесі 11 азайту 7. 11-ден 7-ні азайтқанда 4 қалады. 4-ті рим цифрымен осылай жазамыз. Келесі 11 азайту 9. 11-ден 9-ны азайтқанда 2 қалады. 2-ні рим цифрымен осылай жазамыз. Келесі 10 азайту 4. 10-нан 4 азайтқанда 6 қалады. 6-ны рим цифрымен осылай жазамыз. 11-ші тапсырма, сағаттың қай уақыт көрсетіп тұрғанын жаз. Егер қазіргі уақыт 12 сағат 10 минут, уақыттың өзгеруі 30 минуттан кейін нәтижесі жазамыз. 12 сағаттың өзі жазылады. Мұнда 10 минут, мұнда 30 минут. Екеуін қосқанда 40 минут болады. Сонда нәтижесі 12 сағат 40 минут. Келесі, қазіргі уақыт 10 сағат 12 минут. Уақыттың өзгеруі 2 сағаттан кейін. Ол үшін 10 сағатқа 2 сағатты қосамыз. 12 сағат. Минуттың өзін жазамыз. 12 минут.
Келесі, қазіргі уақыт 6 сағат 47 минут. Уақыттың өзгеруі 13 минуттан кейін екеуін қосамыз. 47 минутқа 13 минутты қосқанда 60 минут болады. 60 минут дегеніміз ол 1 сағат. Онда 6 сағат, оған 1 сағатты қосқанда 7 сағат болады. Келесі, қазіргі уақыт 1 сағат 49 минут. Уақыттың өзгеруі 3 сағат 6 минуттан кейін сағат неше болады? Сағатқа сағатты, минутқа минутты қосамыз. 1 сағат, 3 сағат, 4 сағат, 49 минутқа 6 минутты қосқанда 55 минут болады. Сонда нәтижесі 6 сағат 55 минут. 12-ші тапсырма, суреттегі жиынға қара. Геометриялық фигураларды түстеріне қарай топта. Неше жиын шықты? Осы жиындарды және олардың элементтерін ата. Әр жиында неше элементтен бар? Бізге бір үлкен жиын берілген. Онда үшбұрыш, қызыл үшбұрыш, көк үшбұрыш және жасыл үшбұрыш берілген. Түстеріне қарай үшеуін әртүрлі жиындарға бөлеміз. Сонда 3 түрлі түс болғандықтан біз оны 3 жиынға бөлеміз. Қызыл үшбұрыштар жиыны, көк үшбұрыштар жиыны және жасыл үшбұрыштар жиыны. Бірінші, қызыл үшбұрыштар жиынына 2 қызыл үшбұрыш саламыз. Келесі, көк үшбұрыштар жиыны. Келесі, жасыл үшбұрыштар жиыны. Неше жиын шықты дейді. Бізде 3 жиын шықты. Осы жиындарды және олардың элементтерін ата. Бірінші, қызыл үшбұрыш жиыны. 2 қызыл түсті үшбұрыш. Келесі, көк үшбұрыштар жиыны. Көк түсті 2 үшбұрыш. Келесі, жасыл түсті үшбұрыштар жиыны. Жасыл түсті 2 үшбұрыш. Әр жиында неше элементтен бар? Әр жиында 2 элементтен бар. Мұнда 2 элемент. Мұнда 2 элементтен бар. 13-ші тапсырма, пікірлер ақиқат па, әлде жалған ба? Асы 8 саны 9 санынан артық. Бұл жалған пікір. Себебі 8 саны 9 санынан кем. Әсі 16 саны 20 санынан кем. Бұл дұрыс. Ақиқат. Б-сы 20-дан кем сандар жиынының элементтерін пайдаланып, бір ақиқат және бір жалған пікір құрастыр. Бірінші, ақиқат пікір құрастырайық. Он 14 саны 13 санынан үлкен. Бұл ақиқат, шынымен де 14 саны 13 санынан үлкен. Келесі, жалған пікір құрастырайық. Мысалы, 19 саны
13 санынан кем. Бұл жалған пікір. 19 саны 13 санынан артық. 14-ші тапсырма. Төмендегі сандарды пайдаланып, екі жиын құр. Сонда бірінші жиындағы сандардың қосындысының мәні екінші жиындағы сандар қосындысының мәніне тең болатын болсын. Бізге осы берілген сандардан екі жиын құрыңдар дейді, және олардың екеуінің де қосындысы тең болу керек. Оны анықтау үшін біз бірінші осы барлық сандарды қосып аламыз. Бірінші бірге 1 қосу 2 3 болады, оған 3-ті қосқанда 6 болады, оған 5-ті қосқанда 11 болады, оған 8-ді қосқанда 19 болады, оған 9-ды қосқанда 28 болады. Бізге барлық сандардың қосындысы 28 шығады екен. Енді оны екі жиынға бөлеміз. Сонда екі жиынның қосындысы 14-14-тен болу керек. 24-тің жартысы 14. Ол үшін 14 шығу үшін біз бірінші 9-ды алайық. А жиыны деп алайық. Мысалға, А жиынына тең 9-ды алайық. Қосу 9-ға тағы қандай екі сан қоссақ 14 болады. 9-ға 5-ті қосқанда, бірақ бізге екі сан керек. Сонда 3 пен 2-ні алайық. 9 қосу 3 қосу 2. Сонда 9-ға 3-ті қосқанда 12, оған 2-ні қосқанда 14 болады. Бір жиын 14-ке тең болды. Біз мұнда 9-ды алдық, 3-ті алдық, 2-ні алдық. Енді бізде қалғанын жазамыз. Ол бізде Б жиыны болады. Бізде 8 қосу 5 13 болды. Оған 1-ді қосамыз. Сонда 14 болады. Екі жиынның элементтерін қосқанда екеуі де 14-ке тең болды. Енді сызбасын сызып көрсетейік. Мұнда А жиыны, мұнда Б жиыны. А жиынның элементтері 9, 3, 2. Б жиынның элементтері 8, 5 және 1. 15-ші тапсырма. Балалар жалаушаларды әр түрлі түстен дайындады. Алдымен сары түске, содан соң қызыл, көк және жасыл түстерге бояды. Егер олар бояуды осындай ретпен жалғастырса, 15-ші жалаушаны қандай түспен бояйды? Балалар жалаушаны бірінші сары түспен, одан кейін қызыл, келесі көк және жасыл түспен бояйды екен. Енді бізге 15-ші жалаушаның түсін анықтау үшін бірінші сары, қызыл, көк, жасылмен бояды. 4 рет. 4 қосамыз, тағы да осыларды қайталайды. 4 қосамыз, тағы да қайталайды осыларды. Сонда 4. 3, 4-ті қосқан кезде 4-ке 4-ті, тағы 4-ті қосқанда 12 болады. Ал бізге 15-ші жалаушаның түсін анықтау керек. Ол үшін 15-тен 12-ні азайтамыз. Сонда 3 қалады. Ал бізде 3-ші жалаушаның түсі көк болады. Сонда жауабы 15-ші жалаушаны
көк түспен бояйды. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақтарда кездескенше.